Қымбатты көрермен, бұл Атырау таңы біз бағдарламаны одан әрмен студия мейманның сұхбатымен жалғастыратын боламыз. Біздің студиямызда қонақта бүгін жас шығармашыл жастар қонақта Хагдей онлайн 2020 республикалық шығармашыл жастар байқауының жеңімпаздары Атырау қаласына Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары Дамир Алтайұлы және Арсен Ренатұлы болатын. Бізде қонақта бүгін Дамир келіп отыр. Дамир, қош келдің, көңіл күйің қалай? Рахмет, жақсы, өзіңіз. Рахмет, керемет, жақсымыз. Бізде естуімізде жалпы осы жаңа жоғарыда айтып өткен байқаудың, онлайн байқаудың жүлдегері атандыңдар. Және бұл сайыста кино және видео аталымы бойынша. Жалпы қалай өтті бұл сайыс? Қалай қатыстыңдар? Сол жөнінде. Бұл сайыс жалпы осы қашықтықтан өтті. Қашықтықта өтті. Ең басында Арсен деген досым, жалпы мені осыған қызықтырған бала осы. Сол бір күн жазады, Хагдей онлайн деген сайыс өтіп жатыр, қатысайық дейік. Неге қатыспасқа деген ой пайда болды. Осын екеуміз хабарласып бір-бірімізбен идея талқылап, идея тауып, сөйтіп бастап кеттік видео түсіруге. Жалпы бұл сайысты кімдер ұйымдастырды? Менің естіген, білуімше, МУИТ деген университет Алматыдағы осы сайысты ұйымдастырып жатыр. Жыл сайын өтетін зат. Жыл сайын өтеді. Жыл сайын өтеді сайыс. Жалпы бұл сайысқа қатысу үшін жас шамасы шектеулі ме, әлде кез келген жастар қатыса алады? Кез келген жастар қатыса алады. Жалпы орын алған кезде біз жүлде алған адамдардың ішінен жалғызына мектеп жасындағы балдар болып табылдық. Алдымызда тек университет, академияда оқитын адамдар болды. Сол өзіміз бір ең жас болып табылғасын. Бәрекелді, құттықтаймыз тағы да. Енді бұл аталым бойынша қандай туынды ұсындыңдар және ол несімен ерекше болды деп ойлайсыз? Біздің аталған біздің туындымыздың аты лайфстайл на карантине деп аталады. Яғни карантиндегі өмір, е? Иде күнделікті, мысалы, адамдар ұйқыдан тұрады, телефон ойнайды, тамақ ішеді дегендей, соның бәрін видео түсірдік, өте қызықты түрде, креативті түрде түсірдік. Сонысымен ерекше болды деп ойлайсыз? Сонымен ерекше болды. Естуімізде, Дамир, сондай-ақ сен жалпы өзің әлеуметтік желілерде, жалпы YouTube желісінде осы видео түсірумен, жалпы соны зерттеумен айналысқан жақсы көреді екенсің. Сол туралы айтып өтсең. Жалпы осы жылдың басында мектебіміздегі медиа кружокқа кірген болатын. Сол медиа кружоктың басшысы дегендей Ануар Жаманқұлов деген ағамыз осы мені осыған тартты деген, осыған қызығушылығымды арттырды. Содан бастап видеомен айналысып келіп жатырмын деп айтуға болады. Бәрекелді. Енді осы сайыстағы жүлдеңіз алғашқы жүлдеңіз бе, әлде бұған дейін де басқа сайыстарға қатысып жүрдің бе? Жоқ, алғашқы жүлдем жалпы. Өзім өте қуандым осы жүлдені алғанда басында. Бәрекелді. Сондай-ақ осы видео жалпы өткізу турасында арнайы оқушыларға курстар өткізеді екенсің, е? Бұл қандай тақырыпта болады? Бұл жалпы ең басында камераның настройкалар туралы, және де телефонға түсірген фотоларды қалай редакция жасап, оларды мысалы жарығын дұрыстау дегендей сондай бір негізгі заттар. Көркемдеп ұсыну, да? Көрермендерге. Сондай-ақ енді естуімізше, сен тағы бір қырың спортпен, яғни суға жүзумен айналысқан жақсы көреді екенсің. Жалпы суға жүзумен 7 жасынан бастап айналысып кетірмін. Көптеген жарыстарға қатыстым. Осы жақында кандидат мастер спорты деген спорт шеберлігіне үміткер. Суға жүзуде. Суға жүзуден сол атаққа жеткен болатынмын. Құттықтаймыз. Енді өзің білесің, карантин жарияланғаннан бері еліміздегі барлық оқушылар онлайн режимде оқып жатыр сабақтарын. Сіздерге қалай қиындық келтіріп жатқан жоқ па? Басында енді қиын болды, әрине. Бір түрлі сезім пайда болды басында. Үйде отырып, өзінің комнатынан, өзінің бөлмеңнен шықпай сабақ оқу деген бір түрлі болды басында. Және содан кейін енді балдармен кішкене сөйлесіп, белгілі бір
жақсы жақтарын көрдік осы қашықтан оқудың, сосын үйреніп кеттік жайлы. Иә, енді алдағы уақытта жалпы бұндай қашықтықтан оқу жүйесі тиімді болу үшін керек деп ойлайсың ба жалпы? Өзің ойың қандай? Осындай жағдайларда жалпы енді өзіміз білеміз, ең бірінші карантин режимі басталған кезде бірден қиын болды оқушыларға оқу. Әртүрлі ата-аналар тарапынан пікірлер айтылып жатты. Енді алдағы уақытта Құдай сақтасын, бірақ енді сонда да осындай жағдайлар қайталанған жағдайда бірден дайын болу үшін. Жалпы тиімді, әрине, белгілі бір білімді аламыз, бірақ соның өзінде де мектептен дәстүрлі түрде білім алу, менің ойымша орны бөлек дейсің. Орны бөлек. Бәрекелді. Енді тағы да бір осы жылдың бір маңызды оқиғаларының бірі биыл соңғы қоңырау кеші онлайн түрде өтеді екен. Бұған өзіңнің ішкі сезімің қандай жалпы? Жалпы осы жаңалықты естігенде өзім біртүрлі сезімге болдым. Өзімнің сыныптастарымды, достарымды, мектептегі таныстарымды көрмеймін деген ойға жеткенде жалпы біртүрлі болып қалдым. Бірақ енді солай керек болып тұр, солай өткізу. Бірақ сонда да замандастарыңа, оқушыларыңа, сыныптастарыңа тек қана мойымау керек дейсің ғой. Әлі алда керемет күндер бар. Бәрекелді. Енді біз білеміз, Назарбаев атындағы зияткерлік мектеп бұл химия, биология пәнінде бағыты бойынша. Жалпы өзің алдағы уақытта қандай пәнге қызығушылық танытып оқисың? Болашақта сол пән бойынша еңбек етіп оқуыңды жалғастырғың келеді? Жалпы өзім химия және физика пәндеріне қатты қызығамын. Болашақта енді атырауда тұрғандықтан мұнай саласына кетемін деп ойлап отырмын. Геология сияқты бір салаларға. Бәрекелді. Қызығушылығың осы салаға жоғары, Бәрекелді. Енді осы орайда біз жалпы осы байқауда жеңімпаз атанған Арсенді де шақырдық, дегенмен ол осы төтенше жағдайға байланысты, карантин режиміне байланысты ауылынан келе алмай қалды. Осы орайда Арсенге де рахмет айтамыз. Екеуінің осы бірлесіп жасаған жобаларын үлкен жеңіске жетіп жатыр екен. Тағы да бір мәрте құттықтаймыз. Енді осы сәтті пайдалана отырып, өзіңнің сыныптастарыңа, ұстаздарыңа, достарыңа сәлем жолдауың болады, таңғы сәлемің. Жалпы ең үлкен бір құрметімді, рахметімді Арсенге айтқым келеді. Мені осы видеоға қызықтырған, жалпы ең басынан бастап бірге алып келе жатқан өзімнен үлкен досым болып, ұстазым сияқты болды. Соған енді алғысым шексіз осыған қызықтырғанына. Саған көмек көрсетіп, жол бастап, әрқашанда қолдау білдіріп отырып дейсің. Бәрекелді. Көп рахмет, Дамир. Бізге уақыт бөліп келгеніңе, осы байқаудың жетістіктері туралы жалпы ой бөліскеніңе рахмет. Алдағы уақытта осындай байқаулар тек қана топ жарып, биік белестерден көріне беріңдер дейміз. Оқуда сәттілік тілейміз. Рахмет.